Қазақ бос бесікті неге тербетпейді? Бала тәрбиесіне қатысты ырым тыйымдар. Халқымыздың өмірінде, салт санасында, әдет-ғұрпы мен тұрмыс тіршілігінде кеңінен көрініс табатын ырым тыйымдары мен наным-сенімдері өте көп. Әсіресе ұрпақ тәрбиесіне аса көңіл бөлетін ұлтымыз баланы қауіп-қатерден қорғау үшін оны жат әдеттерден тыйып, ертеңі жарқын болсын деп ырымдарды ұстанған. Мысалы, бала тербететін бір бесіктің өзіне қаншама ырым бар. Бос бесікті тербетпе, оны саудалама, бетін ашық қалдырма деген. Қазақ халқының ертеден келе жатқан ырымының бірі бос бесікті тербетпеу. Бұл ырымның астарындағы мәні жайында кейбір ақпарат көздерінде бос бесікте ібіліс баласын жатқызады, тербеткен адам шайтанның баласын тербеткен болады деген секілді астарындағы мән мағынасын бейне бір тылсым күшпен байланыстыруға тырысқан. Әйтсе де, біздің ойымызша, аталмыш ырым қазақ халқының жамандық шақырмау деген нанымынан туындаған сияқты. Мәселен, бос бесікті кім тербетеді? Нәрестесін жоғалтқан, бауыр еті баласын жер қойнына тапсырған ана қайғырып, баласын аңсап бесігін тербетеді. Міне осыдан келіп, бос бесікті тербетпе, басыңа қайғы келеді. Немесе, бос бесікті тербетсең, балаң шетінейді, Құдай сақтасын, деген түсініктен сондай ырым шықса керек. Анығы Алла тағалаға аян. Бос бесікті тербетпе дегенге байланысты дінде мәлімет кездеспеген, шариғи тыйым емес. Ең дұрысы Аллаға мәлім. Адам баласының ғұмыры тал бесіктен басталады. Ежелден-ақ қазақ баласы бесікте өскен. Бабаларымыз бесіксіз үйде береке жоқ деп текке айтпаған. Әрбір әкенің арманы артынан ұрпақ қалдыру, ал ана арманы сәби сүю. Алла тағалам сәби аңсап жүрген әрбір жұпқа егізден-сегізден ұрпақ нәсіп етсін. Құрметті менің оқырмандарым, бесікке қатысты тағы да қандай ырымдар туралы білесіз? Сол туралы комментарийде бөлісіп кетсеңіз.